Сәлем, құрметті менің сүйікті оқушыларым, қалдарыңыз қалай? Біздің бүгін өтетін сабағымыз дем, дыхание орысша айтқанда, мұрынмен демді аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен аламыз, ауызбен шығарамыз. Баяу, ақырын және біркелкі түзу болып шығарамыз. Осыны неғұрлым 2 минуттық жаттығу. Және де біздің екінші тапсырмамыз ол распевка. Біздің дауысқа деген жаттығуларымыз. Дауысты дыбыстармен көбінесе жасаймыз. А, у деген дыбыстармен. Бірақ бүгінгі біздің өтетін распевкамыз біз деген дыбыспен распевка жасайтын боламыз. Неліктен? Өйткені біздің деген кезде біздің дыбысымыз, яғни алға шығады. Резонатор көмегейіне жақынырақ болады. Мысалы, осы распевканы басынан бастап соңына дейін жасаймыз. Ссылканы астына саламын.